Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Осман империясына сұлтандық биліктің құлауы. Түркияда зайырлы мемлекеттің құрылуындағы Мұстафа Кемалдің тарихи орны туралы айтатын боламыз. Бірінші, Осман империясының күйреу себептеріне тоқталып өтейік. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы Антантаға қарсы германдық коалиция жағында болғанын оны білесіңдер. 1918 жылы күзде Антанта державалар алтында тізе бүгеді. Мудрос уақытша бітім шарты бойынша қазіргі Түркияның жері ғана қалады. 1920 жылы жаңа парламент Түркияның ұлы ұлттық жиналысын шақырады. Жас түріктер партиясы тарап, көсемдері шетелге қашып кетеді. 1918-23 жылы түрік халқының азаттық күрестері және генерал Мұстафа Түрік туралы айтып өтейік. 1918-1923 жылы Анадолудағы түрік халқының азаттық күресіне Мұстафа Кемал Ататүрік басқарған екен. Парламенттің арнайы шешімімен Кемалға Ататүрік түріктердің әкесі деген нақысы атау беріледі. 1920 жылы Анкарада Түркияның ұлы ұлттық жиналысы шақырылып, 1922 жылы мәжіліс сұлтандық билік жойылғанын жариялады. Мұстафа Ататүрікті халық шебер әскери қолбасшы, түрік ұлтының тәуелсіздік жолында күрескер ретінде таныған екен. Жаңа саяси ұйым Түркияның республика болып жариялануы. 1923 жылы 29 қазанда Түркия республика деп жарияланды. 1923 жылы халықтық республикалық партия құрылады. Енді билік президентке беріледі. Ескі жүйенің күйреуі, жаңа ұлттық мемлекеттің құрылуы тарихта Кемалшылар төңкерісі деген атаумен қалған екен. Түркия зайырлы лаицизм республика болады. Ел жаңару жолына түседі. Лозанна конференциясында Түркияның тәуелсіз мемлекет екендігін халықаралық деңгейде мойындауға қол жеткізеді. 1922 жылы қараша, 1923 жылы шілде айында. Экономикалық саясаттың негізгі мақсаты этатизм жайында болмақ. Этатизм дегеніміз әлеуметтік, мәдени өмірдегі ғылым саласындағы экономиканың рөлін күшейту екен. 1923 жылы астанасы Стамбулдан Анкараға көшіреді. Капитуляция тәртібін жойды. 6 ғасыр елді билеген Осман әулетінің мүшелері елден қуылады. Дін істері мен вакфтар жөніндегі министрлік жойылады. Шетелдіктерден өнеркәсіптерін сатып алып, теміржол шетелдік темекі монополиясы мемлекет меншігіне өтеді. Орталық банк құрылады. Енді кемализмнің негізгі принциптеріне тоқталайық. Республикашылдық, ұлтшылдық, этатизм, лаицизм, түрік халқының бірлігі, революцияшылдық жария етілді. Екінші дүниежүзілік соғыста Түркия бейтарап саясат ұстанды. Германияны жеңілетінін білгендіктен Германияға қарсы 1945 жылы ақпанның соңында Жапонияға қарсы соғыс жариялады. Бұл шешімі оңды болып, біріккен ұлттар ұйымының қатарында болуға мүмкіндік алды. Бір жағынан кеңес одағымен ара қатынасы нашарлап кетті. Білімімізді тексерейік. Бірінші сұрақ. 20 ғасырдың басындағы Осман империясының ыдырау себептерін ата. Екінші сұрағымыз, Ататүрік реформаларына талдау жаса. Мұстафа Кемал сол уақыттағы жетті түрік әскерінің қолбасшысы болған. Осман империясының территориясы 17 ғасырдағы. Бүгінгі көңіл күйіңіз қандай? Көрсетіп кетіңіз. Күндеріңіз сәтті өтсін.